Намаз оқығандарға біз көбінесе жаңағыдай парызды мойнынан түсіргендей шаршап, ерініп оқып жататын кездеріміз болады. Негізінде бұл жанның Аллаға берілуі намаз деген. Жаның Аллаға берілу керек. Ол тірі Алла. Ол сені көріп тұрған Алла. Сен намазда тұрған кезіңде ол сені көріп тұр. Қандай болып көрінгің келеді Раббыңа? Асығып тұрған адам болып көрінесің ба? Сен тіпті сол намаздан асыға батқан кезіңде біл, сен асығып бара жатқан іс, ол да сол Алланың қолында емес па? Олай болса сен осы жерде соны шешіп алсаң болмай ма? Намазда. Әлде намазды тез аяқтап, өзім шешем деп асығасың ба? Міне, біздің әлсіз тұстарымыз. Намаз ол Алламен байланыс ол. Ол әсте Аллаға керек жоқ, мұқтаж емес ол. Бірақ бұл сенің ақиқатың, бұл сенің жүрегің, бұл сенің жаның оның алдында тұрған. Оған қастермен, құрметпен қарау керек. Кешегі Мұса алейхиссаламның өзіне «Ва ақимис салата ли зикри» намазды мені еске алу үшін оқ дейді. Еске алу үшін оқ. Сәждемізді сезе алмасақ, рукуғымызды сезе алмасақ, оқып отқан Құранмен бірге бола алмасам, өйткені ол Алла, әлемдердің Раббысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи да «Әтәне Жибрил маған келді, сөйтіп Раббымның сөзін жеткізді» дейді. Яқулуллаху азза ва джалла, өте пәрмені күшті, өте ұлы Алла айтты дейді. Я Мұхаммад, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи салам, инни қада фаратту ала умматика хамса салаватин. Расымен де мен сенің үмбетіңе 5 уақыт намазды парыз қылдым. Мен ақсана удуахунна. Мына жерден басталады екен намаздың қадірі. Кім ол 5 уақыт намаздың дәретін жақсылап алса, Алла тағаланың хадисіл құдсидегі сөзі. Кім 5 уақыт намаздың дәретін жақсылап алса, ва саллахунна ли вақтихинна, сондай-ақ оны өз уақытында оқыса, ва атаммахунна, сондай-ақ толық орындаса, бұл 5 уақыт намазды толық орындағанда оның рукуғахунна, ва суджудахунна, ва хушуғахунна 3 нәрсені айтады осы жерде. Рукуқтарын, 5 уақыт намаздың рукуқтарын кемел орындаса, жаңағы буыныңыз еңкейген кездегі еңкеюінің өзі, бұл бәрі иманның ісі, бұл иманның буындарының жайлануы, тұрған кезде асықпай көтерілуіңіз дегендей нәрселер. Вас суджудахунна, сәжделерінің кемел орындаса, кейде беттейіп қайта көтеріліп келеткен жағдай болып қалуы мүмкін, асығып. Сосын хушуғахунна деген 3-ші нәрсені қосты. Жүректің амалы. Оны мына жаңағы сәждемен рукуқты жасап атқанына физика жасамайды. Хушуқ деген нәрсе берілу. Берілген адам ғана намазда тыныш тұрады. Адам берілмесе қолы бәрі қимылдай береді. Сондықтан сол жан дүниеңіздің, жүрегіңіздің берілуі, сондай бір тыныштық хал. Осы нәрсені Алланың алдында толық орындаған болса, онда Аллах тағаладың алдында серт бар екен. Қараңыздар. Фәинна лаху инди ахдун дейді. Бұндай адамға менің қасымда серт бар дейді. Серт беріп қойған екен Алла тағала. Қандай серт? Ән ахфира лаху, күнәсін кешіріп жіберемін. Қияметке осылай келеді. Ва ан удхилаху бихиннал жанна, және жәннатқа осы 5 уақыт намазбен де кіргізе салам деп отыр. Қараңыз. Намаз жүрген кезде ғана күллі амал жүреді деген өзі, бойдағы істегі сөздегі. Біз намазға
жан дүниеміз немқұрайды қарайды әлі де. Сырттарымыз істегенмен көбінесе дауласу бізде намаздың сыртқы істерінде. Бірақ жанда не болып отыр? Қабыл болып отыр ма ол? Қандай уайым болып отыр о жақта? Менің қасымда серт бар дейді. Күнәсін кешіремін және сол 5 уақыт намаз арқылы жәннатқа кіргіземін деген. وَلَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا إِسْتِغْفَافًا بِحَقِّهِنَّ. Яғни осы намазымның ақысына, әрбір руку, сәждесіне, қиямына, тағда басқа нәрселеріне, дәретіне, күллісіне, хақысына немқұрайды жеңіл қарамаса, осы серт орындалады дейді. وَمَنْ لَقِيَنِي, ал кімде-кім маған қиямет күні жолығып тұрса, қараңыздар. ضَيَّعَ مِنْهُنَّ истихфафан бихаққихинна. Намаздың жаңағы руку, сәжде, тағда басқа ақыларына немқұрайды қарап, осындай күйде келсе, фәләйсә ләху инди ахдун. Ол адамға менің қасымда серт жоқ дейді. Ондай. Ол қияметтегі қалауыма қалады дейді. Қалай қалайды солай істейді. Сонда өзіңіз ойлаңыз, осы намаз бірінші орында тұрған нәрсені іздеп қойғаны. Намаз сіздің жаныңыздың Алламен байланысы. Ол шын байланыс, бұл жай байланыс емес. Өйткені сізге тәтті нәрсене жан. Сол жанды бересің Аллаға. Намаз деген Аллаға беріп жатқаның жанды. Беріп жатқаның.